шашатын сәуле боп жүреді мен үшін әуре. Барасың, жанасың, күлкіңді ғажайып ағылған дем арасында мен сағынған дарашың, жанасың. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Ойларға мазасы шағылған, алысқа кеткенде жаныңнан тасыды ғашығым. Ең сұлу сезімдерден нәр алған, менің үшін жан едің жаралған сүйіктім, балшырым. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем.
жалғызсың, бір үйге сенде бақпысың, алыстап бара жатқаның, қарғама менің бақтышым, алыстап бара жатқаның, қарғама менің бақтышым. Ағайын туыс ұяна, жақының жатқа қияма, ағырдан алтын бесігін, келіп тұр ұшқан ұяңа. Жақсыда жаттық болар ма, жаманға көңілің болар ма, жолыңмен келіп тұрғайсың, жалғыздан жалғыз оралма. Қошаман қызым қошаман, көңілімді қайтем босаған, алдыңнан ашсын бағыңды, аттаған жаңа босаған, алдыңнан ашсын бағыңды, аттаған жаңа босаған, алдыңнан ашсын бағыңды, аттаған жаңа босаған. Рахмет. Ассалаумағалейкум, Алаш жұрты. Армысыздар, ардақты ағайын, қайырлы кеш. Бүгін кешіміздің қадірлі қонақтары. Өздеріңіз көргенімізге қуаныштымыз. Бүгінгі Ғалымжан мырза мен Маржан ханымның шаңырағындағы тойға қош келдіңіздер. Амансыздар ма, есенсіздер ме? Ассалаумағалейкум ағайын, қош келдіңіздер. Рахмет. Ассалаумағалейкум, Алаш жұрты. Армысыздар, ардақты ағайын, қайырлы кеш. Бүгінгі кешіміздің мәртебелі меймандары, қайырлы кеш. Бүгінгі кешіміздің қадірлі қонақтары. Тарихы терең, туған жерде құшағын кеңге жайған қазағымыздың нар тұлғалы ұрпақтары. Қазақты Абай деп, Абайды қазақ деп таныған қасиетті өлке. Абай облысының орталығы Семей шаһары. Семей шаһары қарт ертістің жағасы. Қарт ертістің жағасы бүгін мінекей балдырымдай мейрамханада айымдай қыздарыңыздың ұзату тойы бастау алғалы тұр. Уақыт жоқ заманда уақыт тауып, жұмыс қызып тұрған сәтте жұмыстарыңызды бір сәтке шегеріп, жазғы демалыстарыңызды қиып, тамыздың 4 күнін бүгінгі әулеттің қызық қуанышымен атап өтуге келген барша ағайын. Бар екендеріңізді көрсетіп, бір алақан соғып, шуылдап қойыңыздар. Қош келдіңіздер, мереке құтты болсын! Рахмет. Ғалымжан аға, келіңіздер, шақырайықшы. Маржан апай, құтты болсын тойларыңыз. Екеуі үйленіп жатқан сияқты жыр бар ғой өзі. Қол ұстасып, Аллаға шүкір, бір қол соғып қойыңыздар. Ғалымжан мырзаның авторитеті қайда? Ғалымжан мырзаның авторитеті. Маржан ханымның авторитеті қайда? Рахмет. Мама, Маржан апай, фанаттар жинап келгенсіз ба? Ерекше қолдау көрсетіп жатыр міне. Ғалымжан, Маржан, Ержан дейтін күйеу бала келіп жатыр. Әулеттеріңізге бір қол соғып қойыңыздар. Тамаша. Енді рұқсат болса, сіздер дәл осы жерде тұрыңыздар. Қазір өйткені құда-құдағиларымыз ортамызда қарсылатын боламыз. Ардақты ағайын, енді біз қазақ құдасын құдайындай сыйлаған елміз.
Жалпы қонаққа деген біздің құрметіміз ерекше. Мынау сіздердің құда-құдағиларыңыз қаншама шақырымды артқа тастап, сонау Қостанай өлкесі, Торғай өлкесі, арқалықтай қасиетті мекеннен Абай облысынан қыз алып жатыр ағайын. Ал Семейдің көрігенділігін көрсетейік, Семейдің мәдениеттілігін көрсетейік, Семейдің қонақжайлығын көрсетейік. Әрине, мәдениеттілік дегеніміз бұл әрине баршамыз орнымыздан тұрып, сіздердің аялақандарыңыз, сіздердің құрметті қошеметтеріңіз бүгінгі тойда өз тойларыңызға бір уайымдап жүргендей, отымен кіріп жүргендеріңіздің өзі бір қонақжайлықтың белгісі. Ендеше баршамыз орнымыздан тұрайық, жүзімізді бері қарай бұрайық, сонау қасиетті мекеннен Абай облысына табан тіреген жаңа құдаларымызда ерекше қарсы алсақ деген ниетіміз бар ағайын. Қанекей, баршамыз орнымыздан тұрайық, жүзімізді бері қарай бұрайық ардақты ағайын. Қазағым сүйінші той думан басталды, түріне жинаған ағайын жақсарды. 30 күн ойын, 40 күн тойын тойлар. Тамаша, ал ардақты ағайын, семейліктер, жаңадан келген құдаларымызды ерекше қошеметпен қарсы алуға рұқсат етіңіздер. Құдаларыңызды ортамызға алып шығатын біздің Семейіміздің бетке ұстар өнер орталықтарының бірі, қаламыздағы ең үздік нөмір 1 орталық мәдениет агенттігінің қолдауымен жаңа құдаларымыз ортамызда қарсы алатын боламыз. Әжелеріміз, шашуларыңыз дайын ба? Ал ардақты ағайын, қыз алуға келген жаңа құдаларыңызға қатырақ қол соғайық. Бабадан асыл мұра боп жалғасқан, салт дәстүрдей құтты қазынамыздың абыройын асқақтатқан, Атырау мен Алтайдай паңдаланы мекен еткен өр қазақтың көңілін көк теңіздей шалқытқан, 30 күн ойын, 40 күн тойын тойлатқан текті жұрттың ұлық тойы құтты болсын. Сіздің шаттық көңіліңіз, біздің еңбек өміріміз. Мәдениет агенттігі ұсынады. Ал айғай шуғайда ағай. Жанып тұрған жұлдыздың құлпырған сен құндызсың, қатар туған елегім сұмыз сен біздің. Құда болып қайтайық, жиналып маңайын, көкпар тартып жамбатып, ауылыңда алмап жатып бір марқайық қалайық. Бәрін жақсы ұғамыз, біз бұрыннан құдамыз, ілгеріден біргеміз, ажырамай ергеміз, ойнайық та күлейік, құда болып жүрейік. Айғол, құда болып жүрейік. Айғол, құда болып жүрейік. Арада жоқ күншілік өмір деген бұл сұмдық, күйеу болса 100 жылдық, құда деген 1000 жылдық. Құда болып қайтайық, жиналып маңайын, көкпар тартып жамбатып, ауылыңда алмап жатып бір марқайық қалайық. Бәрін жақсы ұғамыз, біз бұрыннан құдамыз, ілгеріден біргеміз, ажырамай ергеміз, ойнайық та күлейік, құда болып жүрейік. Айғол, құда болып жүрейік. Айғол, құда болып жүрейік. Қошеметтеріңізді аямаңыздар, жаңа құдалар келе жатыр. Құда болып қайтайық, жиналып маңайын, көкпар тартып жамбатып, ауылыңда алмап жатып бір марқайып қалайық. Бәрін
боламыз, ілгеріден біргеміз, ажырамай ергеміз, ойнайық та күлейік, құда болып жүрейік. Айхой, құда болып жүрейік. Айхой, құда болып жүрейік. Айхой, құда болып жүрейік. Той шіркін, жаңа құдаларымына қошеметтің барлығы сіздер үшін! Рахмет. Ассалаумағалейкум аға, қош келдіңіздер, амансыздар ма? Өздеріңіз көргенімізге қуаныштымыз. Сонау қасиетті мекен Қостанай өлкесі, Торғай өлкесі, соның ішінде Арқалықтай қасиетті мекеннен Абай облысына, Семей шаһарына, Алаштың астанасына табан тіреп тұрсыздар. Аллаға шүкір, біріңіз ұлда, біріңіз қызды болып жатырсыздар. Екі әулетті біріктіретін ортақ дүние өте көп деп ойлаймын. Екі мекенді біріктіретін өте орталық дүние көп деп ойлаймын. Бүгін Аллаға шүкір, сіздердің орталарыңызға екі көпірді салып жатқан Ержан ұлдарыңызбен, Айымдай қыздарыңызбен, Аллаға шүкір. Енді құдалар, қош келдіңіздер. Өте күшті уақытта келдіңіздер бар ғой. Қазір қаламыз дамып, өте бір ерекше уақытта келіп жатсыздар. Абайдың, Құнанбаевтың міне туған өлкесіне келіп тұрсыздар. Абай атамыздың туғанына 180 жыл толып отыр, қадірлі ағайын. Осындай ұлы тоймен тұспа-тұс келіп тұрған бүгінгі сіздердің де тойларыңыз құтты болсын дейміз. Ардақ ағайын, бір қол соғып қойыңыздар. Ұлылар, дүниеге келген қасиетті мекенге қош келдіңіздер. Міне сіздерде білім нәрін сусындатқан Ыбырай аталарымыз, Ахмет аталарымыз дүниеге келген қасиетті мекеннен біздің ортақ дүниелеріміз өте көп деп ойлаймын. Ендеше сіздерді көп ортада тұрғызбайық, төрден орын дайындадық. Халықтың ыстығы ықыласымен, қошеметімен сіздерді тазарған төріне қарай жайғастырайық. Қош келдіңіздер жаңа құдалар біздің төрімізге. Семей еліне қош келдіңіздер. Алғанеки құдалар, шаттық тойға келіңіз, құтты болсын бүгініңіз, шыққан биік төріңіз, алқалаған ел жұрттың ықыласын көріңіз, бақыт тілеп жастарға ақ батаны беріңіз, төс соғысып кәдені жасаңыздар құдалар, құйрық бауыр кәнеки жасаңыздар құдалар, ойластарын бұл тойдың айтыңыздар құдалар, шапан киіп ат мініп қайтыңыздар құдалар. Келіңіздер, жайғасыңыздар, жаңа құдалар, төрден орын алыңыздар. Сіздер үшін міне төрден орын дайындадық. Жайғасуларыңызға рұқсат, қадірлі қонақтар. Қазір Аллаға шүкір, осы Ғалымжан мырза мен Маржан ханым дүниеге келіп, аялап өсіріп бүгінгі дейін жеткізген Айымдай қыздарыңыз ортада қарсы алатын боламыз. Сондықтан рұқсат болса, біздің енді қазір күйеу балаға деген және ортаға шығатын Айымдай қыздарыңызға сіздердің беретін қолдауларыңыз, шабыттарыңыз ерекше болсын дейміз ағайын. Ендеше әлі 5 сағат уақыт бар, тамақ ішесіздер, әлі 5 сағат уақыт бар, отырасыздар. Рұқсат болса, тағы бір мәрте баршамыз орнымыздан тұрайық, жүзімізді бері қарай бұрайық. Өйткені күйеу баласын пайғамбар да құрметтеген дейді. Қазір күйеу балаға да құрметімізді көрсетеміз, ардақты ағайын. Бісміллә деп баршамыз орнымыздан тұрайық, назарымызды бері қарай бұрайық. Айымдай қыздарыңызға шабыт берейік, күйеу балаға қолдау көрсетейік, ардақты ағайын. Қанеке. Рахмет. Қымбатты қонақтар, мен жақта. Маған қарайсыздар, әлі асықпаңыздар, иә. Мынау енді баршамыз орнымыздан тұрдық. Жүздеріңізді қарап тұрсам, вообще бір көңіл күй, настроение байқалмай тұр. Бар ғой, бәрі жақсы ма негізі? Қыз ұзатып жатсақ та бәрі жақсы ма? Қымбатты ханымдар мен мырзалар, Айым қыздарыңыздың тойы көңілді, думанды, тамаша өту үшін сіздерден кереметтей настроение керек болып тұр. Семей, көңіл күй қалай? Тамаша. Жақынырақ таныс болайық. Бүгінгі тойларыңызда қызметте жаңа жоғарыда да өттік. Қаламыздағы ең үздік той орталығының бірі Мәдениет агенттігі қызмет етеді. Және де менің есімім Азамат Кәлімбеков, Қазақстан ұлттық телеарнасының тележүргізушісі, Абай ТВ арнасының тележүргізушісі, облыстық арнаның редакторы, жас журналист, жас болса да Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесі азаматтарыңыз бүгінгі тойларыңызда қызметте. Амансыздар ма? Жақсылап амандасайын. Армысың барша ағайын, қуаныш
бақытқа тола берсін әркез маңайын, шырға бәнге салайын, ел көңілін табайын баршамызға. Амандасып алайын, құтты болсын тойларымыз, орындалсын арман тілекпен ойларымыз. Жақсылыққа жар сала, сөз бастайды ортада азаматтай. Жолмен ұлдарымыз аулағайын, қол соғайын, шын қуанып шаттанайын, әнге салайық. Осы тойға тамсана, бақыт тілеп баршана, ақ тілекпен ағайын жар салайық. Ассалаумағалейкум ағайын, қош келдіңіздер. Рахмет, жақынырақ таныстық, жақынырақ амандастық деп ойлаймын. Енді бүгінгі тойымыздың негізгі бөлігіне де көшейік. Ресми сәтке қазір ортамызда біз айымдай қыздарыңыз алдыртатын боламыз. Айым қыздарыңызды білесіздер, ата әжесінің өсиетін тыңдап өскен қыз, әкесінің тәрбиесін көріп өскен қыз, анасының қамқорлығын сезініп, анасымен сырласып өскен қыз. Айым қыздарыңызды әкесі мен анасы тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттығы қақтырмай, елден кем қылмай, ыстықта күйдірмей, суықта тоңдырмай, бүгінгі күнге дейін жеткізіп, оқытып, тоқытып, қыз балаларыңыз бой жеттім, әке, ана, рұқсаттарыңызды беріңіздер дегеннен кейін бүгінгі күнге де жетіп тұрмыз. Яғни айым қыздарыңыздың сырғалым атанған күні, айым қыздарыңыздың ұзатылатын күніне де баршамыз бірге келіп жеттік. Ендеше әкесінің еркесі, анасының қорғанышы, қолдаушысы, осы әулеттің нәзік қызы, осы әулеттің ерке қызы, айым қыздарыңызды сіздердің қолдауларыңызбен ортаға шақырсақ. Жетіп қалдың бар айлам, әлпештеп өстірген ата-анаң, қимас бір сезіммен қарайды. Бағынды тілеп, ел жүріп жүрек, ел жұртын ұзатып салады. Орамал салған, жеріңде барған, құт болып тарысын қадамын. Әкесін анасын, бір үйдің шырағын жағасын, бәріне сыйлы бол сол жерде, баянды бағынды табасын. Бағынды тілеп, ел жүріп жүрек, ел жұртын ұзатып салады. Орамал салған, жеріңде барған, құт болып тарысын қадамын. Жанарын нұрланған күндей жан, жүрегін таңдаған жұбынмен, әрдайым жарасып жүргейсің. Бағынды тілеп, ел жүріп жүрек, ел жұртын ұзатып салады. Орамал салған, жеріңде барған, құт болып тарысын қадамын. Салады, орамал салған, жеріңде барған,
балада тұлпар бар, қазанаты бір бөлек. Жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек. Өз сұлуын таңдаған жігіт келеді ағайын, түр сипаты бір бөлек. Ай бәрекелді, күйеу бала келіп жатыр ағайын. Азаматпын дегені олдың өткені, үй боламын дегені олдың жеткені. Бетін қақпай жастарға бата берейік, жазға айналсын ағайын ұлдың көктемей. Айқайла, пай-пайла, думандар той-тойла, қуанышты айнала, демеңіздер қайыла, бас қаранды тоқтамай. Айқайла, пай-пайла, думандар той-тойла, қуанышты айнала, демеңіздер қайбала, бас қадамды тоқтамай. Ой шіркін, қолдау қайдағайын, күйеу бала келе жатыр. Шаршасына шам жұқпай шаршамай дара, келе жатыр ұланым тұлпардай дара. Бүгін міне азамат ей болам дейді, кеше ғана еді ғой қаршадай бала. Айқайла, пай-пайла, думандар той-тойла, қуанышты айнала, демеңіздер қайбала, бас қаранды тоқтамай. Айқайла, пай-пайла, думандарды той-тойла, қуанышты айнала, демеңіздер қайбала, айқай қошеметті аяма. Жебесі жерге түспес тақта болдым, жау түгілі шөместеген шапқан орным. Жарты әлем жапырақты жамылғанда, алтын сауып киіп ап, атқа қондым. Жаса қазақ, той құтты болсын. Ой шіркін, мәдениет агенттігіне қолдау көрсетейік ағай. Күйеу балаға қатырақ қол соғып қойын қыздар. Тамаша. Аллаға шүкір, өте бір үлкен керемет кештің куәсі болып отырмыз. Бүгін өте бір бақытты күн, бүгін өте бір маңызды күн, бүгін өте бір сәтті күн, қадірлі ағайын. Қыз дегенің бауырым анаң сенің, анасыз күнің болар қараң сенің. Қадірлеп қара көзді құрмет деген бауырым артып жатса саған сенім. Қыз дегенің бауырым қарындасың, сен оны сағынасың, қарындастың қадірін білгейсіңдер, бағың болар, бір күні бағың ашың. Қыз дегенің нәзік бір гүл секілді, мұңға батса қараңғы түн секілді, айымымызды құрметтейік аялайық, күліп жүрсін жарқырап күн секілді. Ендеше айым қыздарыңызға бір қолдау көрсетіп қойыңыздар. Айымның ұзату тойына қош келдіңіздер. Рахмет. Күйеу жігіт енді өзіңізбен жақынырақ танысқанды жөн көріп тұрмыз. Амансыз ба, қолыңыз бос емес. Гүл магазин тонағансыз ба? Есіміңіз? Ержан бұл. Ержан, қандай керемет. Ержан, күйеу балаларыңызға бір қолдау білдіріп қойыңыздар. Міне, семейге арнайы түрде айым қыздарыңыздың қолын сұрап келіп тұр. Ереке, мынау ағайын туыс тік тұр. Сен үшін орыннан тік тұр. Күйеу баласын қарсы алып, ендеше дүйім жұртқа ассалаумағалейкум деп сәлеміңді берсең. Ассалаумағалейкум. Беуді, қолдау көрсетейік ағайын күйеу балаға. Өздеріңізбен амандасып жатыр. Жақынырақ таныстық, амандасып жатырмыз. Енді күйеу жігіттің жөнін білейік. Қандай мақсатпен жүр, не істеп жүр екен семейде? Ереке, не істеп жүрміз? Семейден айым қыздарыңыздың қолын сұрап келіп отырмын. Алланың аманатыменен қыздарыңыздың қолын сұраймын, сол мақсатта. Не дейді ағайын? Қаттырақ қолда білдіріп қояйық. Алланың аманатымен айым қыздарыңыздың қолын сұрап келіп тұрмын дейді, Аллаға шүкір. Енді қолыңызда бір емес екі гүлді көріп тұрмыз. Алғашқы гүлді кімге әкелдік? Енеме алып келдім. Енеме? Ой, тамаша. Енесіне деді, анамызға дейікше, осы айымдай қыз дүниеге әкелген. Ендеше Маржан анамызға гүл шоқтарын табыстауға рұқсат. Қошемет ұрық қойыңыздар, ардақты ағайын. Маржан апай құтты болсын, күйеу балаңыздың сізге деген сый сияпаты. Рахмет. Папасына түкте жоқ па? Әрине, қалжыңдап жатырмыз, Аллаға шүкір. Енді міне
Қазақта жақсы бір сөз бар ағай. 100 жыл адамнан түңілме дейді. Жаңа Алланың аманатымен айым қыздарыңызды алып кетуге келдім деген өзі бір сөздің артында қызға деген адалдық, қызға деген сенімділік, махаббатқа деген адалдық жатыр ардақты ағайын. Ендеше нағыз ер азаматқа берілген осы шаңырақ көтеру парыздарының бірін ержан ұлдарыңыз орындап жатыр. Ендеше ереке жаңа айымдай қыздарыңыздың қолын сұрауға келдім деп тұрмыз. Ардақты ағайын, рұқсат бересіздер ме? Келіссеңіздер, қатырақ қол соғып қойыңыздар, рұқсаттарыңызды берсеңіздер. Біз енді қол ұстасқан екі жастың алдағы өмірі баянда ғұмырлы болсын деген ниетпен ардақты ағайын, қос жеңгесі де міне дәл қазір әдемі көрініспен ортамызда тұр. Ал біз ержан күйеу балаларыңызбен айым келдеріңіздің арнайлап тұрып, қол ұстастырып, алдағы өмірде бірге жүрулеріне тілектеспіз қадірлі ағайын. Ендеше текті әулеттің текті азаматы сіздердің ержан ұлдарыңызбен, көреген әулеттің көрікті қыза, айым қыздарыңызбен ата жолын алға тартқалы отыр. Ендеше жастарымыздың жолы оң болсын, ырыстары мол болсын деген ниетпен қолдарынан ұстап, ержан мен айымда қоса аяққан әке. Қошеметтеріңізді тамаша. Бір сұрақ ағайын, жастарымыз жарасып тұр ма? Жарасып тұр ма? Бұл өмірде ойнау керек, күлеу керек, баршаға үлгілі болып жүру керек. Бақытты болам десең қосқа шықтай, ата-ананың қадірін білу керек. Бұл өмірде ойнау керек, күлеу керек, баршаға үлгілі болып жүру керек. Жігіт деген дәл осы ержандай қыздарыңызды алып кетуге келдім деп нық қадаммен келу керек. Бұл өмірде ойнау керек, күлеу керек, баршаға үлгілі болып жүру керек. Бақытты болам десең ержандай, айымдай бір аруды жанына ерту керек. Бұл өмірде ойнау керек, күлеу керек, баршаға үлгілі болып жүру керек. Қос ғашық қайтар бір өтініш, бұл өмірді өкінбестей сүру керек. Ендеше екеуінің өмірі баянда ғұмырлы өтсін деген ниетпен ақ бата алғанды жөн көріп отырмыз. Ақ батамызды беретін әулеттің үлкені Секен ағамызды шақыруға рұқсат етіңіздер. Секен аға, қос ғашыққа батаңызды беріңіз. Сіздің батаңызбен тойымызды бастайық. Батасын берсін ағайын. Осы батаменен тойымызды бастайық. Илахиямен қол жайыңыздар. Аумин. Я Құдайым ондасын, етілеген тілектеріңді Аллам өзі қолдасын, көтерген шаңырақтарыңа бақыт ұяласын, қыдыр қияласын, бастарыңнан бақ кетпесін, астарыңнан тақ кетпесін, өмір жастарың ұзақ болсын, семья деген үлкен мемлекетке басқан қадамдарың құтты болсын. Ақ жол тілеймін. Алла. Айтқаныңыз келсін Секен аға, ақ батаңызға мыңда бір рахмет. Ендеше қадірлі қонақтар, енді бүгінгі тойымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Жастарымызда махаббат астарғанына жеткенше құрмет қошеметтеріңізді аямаңыздар. 2025 жылы тамыз айының 4 жұлдызы айым қыздарыңыздың ұзату тойын ашық деп жариялаймыз. Тамаша қымбатты қонақтар, енді дастархан басындағы бір минуттық үзіліс. Алдыларыңызға сусындарыңыздан қойып, ыңғайланып жайғасуларыңызға рұқсат. Біз енді бүгінгі тойымызды бастаймыз. Дастархандарыңызда толықтыруға рұқсат етіңіздер. Той иелерінің ұсынған ыстық асы және де Балрум мейрамханасының ұсынған ыстық асын алдарыңызға алдыртайық. Астарыңыз дәмді болсын ағайын.
Тамаша қымбатты қонақтар, астарыңыз дәмді болсын. Сіздер үшін жайылған адал дастархан, сіздер үшін жайылған ақ дастархан. Жеп ішіп отырыңыздар, әдемі. Бүгінгі керемет кештің куәсі болғандарың үшін той иелерінің сіздерге айтар алғысы шексіз. Ендеше астарыңыз дәмді болсын дейміз ардақты ағайын. Тамаша бір әуезді әнді ұсынғанды жөн көріп тұрмыз. Ортаға құшақ бейне шығуларыңызға да рұқсат. Керемет әуезді әнді жолдайтын сіздердің құрметтеріңізге Мәдениет агенттігінің өнерпаздары Айлу триосын қабыл алыңыздар. Мереке құтты болсын ағайын. Бұл өмірде сен маған серік едің, құрбан етіп антыңды беріп едің, көңіліме көктемдей көрік едің. Іңкәрім ай, іңкәрім, іңкәрім мені сағындың ба жүрмін жалған мұңда. Іңкәрім ай, іңкәрім, іңкәрім мені сағындың ба жүрмін жалған мұңда. Іңкәрім ай, іңкәрім, іңкәрім бір өзіңді жанардың нұры деген, азап шектім махаббат мұңы менен. Қиянатқа қидың ба шыныменен. Іңкәрім ай, іңкәрім, іңкәрім мені сағындың ба жүрмін жалған мұңда. Іңкәрім ай, іңкәрім, іңкәрім мені сағындың ба жүрмін жалған мұңда. Іңкәрім ай, іңкәрім, іңкәрім бір сен үшін тағдырға бағындың ба, шалдырдың ғой жүректі жалған мұңға. Сағындың ба сен мені, сағындың ба? Іңкәрім ай, іңкәрім, іңкәрім мені сағындың ба жүрмін жалған мұңда. Іңкәрім ай, іңкәрім, іңкәрім мені сағындың ба жүрмін жалған мұңда. Іңкәрім ай, іңкәрім, іңкәрім мені сағындың ба жүрмін жалған мұңда. Іңкәрім ай, іңкәрім, іңкәрім мені сағындың ба жүрмін жалған мұңда. Іңкәрім ай, іңкәрім, іңкәрім іңкәрім ай, іңкәрім, іңкәрім Тамаша. Сіздердің құрметтеріңізге Айлу триосы керемет әуезді әнімен ашып беріп жатыр бүгінгі тойымызда.
Ал енді ардақты ағайын, тойға келгеннен кейін жүрек жарды жылы лебізімізді, тілегімізді жанымызға ерте келетініміз анық. Ендеше сіздердің жүрек жарды тілектеріңізді тыңдауға дайынбыз. Әрине, тойымыздың шымылдығын ашып беретін әулетіміздің үлкендерімен бастағанды жөн көріп тұрмыз. Ал әулеттің үлкендері ақ бата ниет тілектеріңізді арнап берсеңіздер. Ортамызда Күләш апа, Мамаша апайларымыз, Кәден апаларымыз, Ұрқия апа, Ырыскелді аға, Бақаш апай, Келсін аға, Адас апай, Секен Серік Күлнар аға апайларымыз, Базархан Төлеуғайша Ғалия Әлия Ержан аға апайларымыз, Бауыржан Мырза, Сәуле Рахат аға апайларымыз, Күлназ Ақас, Ермек Күлсара, Солтан Гүлдана, Айгүл Мешбек, Ержан Тоша, Жарас Күлядай ортамызға әулетіміздің үлкендерін ыстық ықыласпен ортаға шақырғанда жөн көріп тұрмыз. Ал үлкендеріміз қайда? Ортаға ақ бата ниеттеріңіз тыңдауға қарсы алайық. Қызылқұмда ауылым, қызыл балас ауылым, өзің менен ойнамай басылмайды дауылым. Жігіт қызға құмарай, қыздар мойның бұрадай, сезіп қалса шешесі сақ еткісі бұрадай. Қызылқұмда ауылым, қызыл балас ауылым, өзің менен ойнамай басылмайды дауылым. Жігіт қызға құмарай, қыздар мойның бұрадай, сезіп қалса шешесі сақ. Әулетіміздің үлкендері қош келдіңіздер, амансыздар ма, есенсіздер ме? Анау енді бәріміз тілек айтатын болсақ, сентябрьда сабақ басталып кететін сияқты. Сондықтан рұқсат болса енді араларыңыздан көш бастап үлкендерімізді мен ортаға шақырған жөн көріп тұрмын. Менің жаныма қарай келсеңіздер, халыққа көрініп жақын тұрыңыздар, сөйлейтіңіздер. Апау, келіңіз, өзіңіз шақырайын ортама. Халыққа жақын тұрыңыз, дауысыңыз жарқын-жарқын. Келіңіз аға, Секен аға. Ортаға тағы да кім шығады? Тағы да кім келеді? Келіңіздер. Келіңіз, апау. Апаларыма бір қол соғып қойыңыздар. Апаларымыздың жолын берсін, ардақты ағайын. Осындай жасқа жетіп, Аллаға шүкір, дәл осылай ортада тұратын болсақ, бізде арман жоқ шығар. Ардақты ағайын, ақжаулық аналарымызға қолдау көрсетейік. Міне, бүгінгі бала келін болып жатқан айым қыздарыңызға осы әжелеріміздің жолын беріп, дана келін атансын деген ниетіміз бар. Ал енді екі-ақ ереже. Бірінші өзіңді, екінші өзгені сыйлау. Өзіңді сыйлау дегеніміз, өз тойыңыз өткенде қалай уайымдайсыз? Дәл солай бүгінгі тойға да отымен кіріп, күлімен шығып жүрсеңіздер. Өзгені сыйлау дегеніміз, микрофон ұстап тұрған жанға құрмет көрсетейік. Қазақта жақсы бір сөз бар, тыңдалмаған сөз жеттін дейді. Қазақтың тілі бай, ендеше тіліміз шетте қалмасын, тіліміз жетім болып қалып жүрмесін. Үлкендерге құрмет көрсетіп, осы кісілердің жолын берсін деген ниетпен іштей ләйім қабыл болсын деп отырыңыздар. Ендеше назар ортада. Мына жиылған көпшілік енді осы бүгінгі кететін баланың жолы болсын деймін, аман-есен болсын, оң аяғымен барсын, барған жеріне құт берекелі болсын. Мен өзіме айтарым, енді осы Кенжебай Алпыс ағаштың ең үлкені, қалған үлкені менмін. Енді үлкені мен болғысы соны шолпаннан атымды аттап шақырып olsun, жасым ұлғайса дағы баламды ертіп осы жерге келіп отырмын. Өйткені Маржан менен Ғалымжанның енді бірінші қызығы ғой, қуанышына қалмайын деп келдім қазақтарым. Енді менің айтарым осы, екі жасқа бақытты болсын, өмір жас ұзақ болсын, өмірлері қызықты болсын. Алла осы істеген жұмыстың еңбегін жегізсін. Алла енді бар жақсылығымды тілеймін. Өзім енді үлкендерден көп батталып едім, өркенің өссін, бақытты бол деп. Сол өркенің өскен бақытты адамның бірімін. Енді Алла тағаланың бергеніне Аллаға шүкір. Енді осы кетіп жатқан балаға үлкен қуанышты жүрегімменен бақыт тілеймін. Өмір жастар ұзақ болсын, бақытты болсын. Алла барған жерінде бақытты болып, оң аяғымен барсын деймін. Енді Ғалымжан мен Маржанның енді бірінші қызы ғой, жарағым. Аман-есен болсын, деніміз сау болсын, бала шағаларың аман болсын. Осы отырған барша көпшілікке тілеймін. Енді жасым осы үшін үлкені мен шығармын. Енді көбін көріп отырмын, менен гөрі жастау. Енді өз бақытымды осы балаларыма тілеймін. Алла бергеніне тәуба. Ұлым бар, қызым бар, бақытты адамын.
Соны осы екі балаға тілеймін, жақсылығын берсін Алла. Осы Әмин. қуаныш қыздарыңа баршаңа тілеймін Алла. Тамаша. Қосақ қойыңыздар әжемізге ардақты ағайын. Міне әжеміздің жасын берсін дейміз. Жалғастырайық. Назар ортада болсын. Қалымжан, Маржан, тойларың құтты болсын, екі балаң бақытты болсын, тіккен отауының іші жанға толсын, сырты малға толсын, сыйлы азаматша азамат болсын, той құтты болсын, жолдастар. Әмин, айтқаныңыз келсін, апау. Жалғастырайық, үлкендеріміздің тілегі мархабат. Балаларың бақытты болсын, балаларың бақытты болсын, ұзақ ғұмыр берсін, сендері сау болсын, білген білімменен жоғарлы өрлей берсін, барған жерінде бағашылып бақытты болсын, ұшып барып қонған ұясы жылы болсын, баянды бақытты екеуі ақсақал сартысты болып білімді болсын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Жалғастырайық, назарымыз ортада болсын. Екі бала бақытты болсын, дендері сау болсын. Алла тағала жақсылық берсін. Осы өмірдегі бәр жақсылықты осы екі балаға тілейміз. Алла бақ берсін. Бақ берсе де нақ берсін. Қырда жүрген қызырда үйлерін алып келсін. Қарындар тоқ болсын, қайғылары жоқ болсын. Үйінде шүбірлеген ұл мен қыздар көп болсын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Айтқаныңыз келсін. Жалғастырайық, назарымыз ортада болсын ағайын. Ал енді той иелері Ғалымжан, Маржан, балаларың жолы болсын, барған жерінде бақытты болсын. Енді өсіріп бере саған оңай емес, табиғаттың заңы солай. Енді барған жерінде бақытты қылатындай жақсы семья болсын, жақсы келін болсын. Құдаларға айтатыным, сіздердің балаларымен ілесіп бара жатқан келіндеріңіз өз ырысын ала барсын, ұрпақтарыңызды өсірсін. Қартайғанда бір жаңғылдарыңызға шығып, жандарыңызға жалау, жүректеріңізге жылу сыйлайтын жақсы келін болсын. Тек сіздерге қызығын көрсетсін. Жас семьяға айтатыным, әр үйде екі бақыт болады. Біреуі бақыт, біреуі береке. Сол екі бақыт әрқашанда үйлерің төрінде болсын. Үйлеріңе келген қонақтар күліп кіріп күліп шығатындай бір жақсы ат байлайтын семья болыңдар. Бақытты болыңдар. Көтерген шаңырақтарың би керегес кең болсын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Тамаша. Қолдау білдірейік. Болдыңыздар ма? Ай, тамаша. Ал келіңіздер бір естелікке фото суретке түсіріп алайық. Ержан айым отыра берсеңіздер болады. Үлкендермен бір әдемі естелік болып қалсын. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Міне айымның мен жездесімін, кімнің, Ғалымжанның жездесімін енді. Бақыт тілеймін 2 жасқа. Бақыттың ішінде бәрі бар, бақытты болыңдар. Айым жаным, сол жақта бақытты қыласың сен. Мен сенем саған. Оқуды бітірдің, бәрі жақсы. Енді мына өзім бір өлеңім бар енді. Сол өлеңді мен сіздерге арнап, сіздерге айтайын. Болсақ дағы жаңа таныс, жүсек талғаш қайықта, ұшқар қиялы кетті ауалы, бұйырмашы айыпқа, самал болып сағындырған айдын шалқар көл бетін, сәуле менің ойландырған сенің жарқын келбетің, сәуле менің ойландырған сенің жарқын келбетің. Ашылғандай айды көлге үлкен өмір есігі, су бетінде қайық бейне махаббаттың бесігі. Жолшы қайай осы көлде жыр толтыршы жаныма, махаббаттың есігінде тербелейік тағы да. Ескегіңді берші маған,
мен есейін сен еспе су күлкі сау сылдырлаған сенің күлкің емес пе су күлкі сау сылдырлаған сенің күлкің емес пе. Рахмет, екі жас бақытты болсын. Рахмет аға, көптеген әніңізге. Ал енді қадірлі қонақтар, әннен алыстырмайық, тағы бір тамаша өз әнді сіздерге тарту еткенді жөн көріп отырмыз. Келесіздердің алдарыңызда өнер көрсететін Байрақ тобы, ұлттық өнерді ұлықтап жүрген, дәстүрлі әнді дәріптеп жүрген қадірлі ән. Бүгінгі қоғамда қазақилықты ерекше насихаттап, рухты өндірумен сіздерге күш беретін мәдениет агенттігінің Байрақ тобы бүгінгі тойымызға арнайы келіп тұр. Сіздердің қошеметтеріңізбен тойға ұласын ағайын. жаратып мұнша көркем қызды құдай темірдің қызға қарай бізді құдай кепілді берген жайың таңдайымнан сырбаздың жазғы күнгі қызығындай бір күйай бес қалампыр бір күйай дүрдарас бірде тату бір дарас кемпір менен шалдарас келмейсің деп қыздарас өзің неге келмейсің деп сол қызбенен біздарас өзің неге келмейсің деп сол қызбенен біздарас жарқын жүз толықсыған толған айдай көргем жоқ сұлу қызды сірә мұндай қыр мұрын қарақат көз жазық маңдай осылайша істеген жарым дәл осындай бір күйай бес қалампыр бір күйай дүрдарас бірде тату бір дарас кемпір менен шалдарас келмейсің деп қыздарас өзің неге келмейсің деп сол қызбенен біздарас өзің неге келмейсің деп сол қызбенен Той жүрген қошеметтеріңіз қайда? Байрақ тобы сіздердің алдарыңызда. Ой, тамаша, қандай керемет міне. Ерекше бойға сезім ұялатып, рухты күшті оятатын бірден бір естендерді дүркіретіп жүрген Байрақ тобы сіздердің алдарыңызда. Қадірлі қонақтар, енді сіздердің көңіл күйлеріңіз біз үшін өте қатты маңызды. Сондықтан келесі кезекте сіздердің көңіл күйлеріңізді байқағанда жөн көріп отырмыз. Сондықтан бір кішігірім тапсырма орындап өтейік. Бүгінгі тойымыздың арасында кішігірім разминка жасап отырайық. Енді біздің Ержан мен Айым бақытты болсын дегендер қазір музыка қосылады. Музыкада не айтылып жатыр, бәріміз соны қайталасақ қымбаттағандар. Сонымен бірінші Ержан мен Айымның тойы құтты болсын дегендер. Атырақ! Тамаша! Қадірлі қонақтар, келесі мынау алақанымызға, жұмайықшы алақанымызға бақытты, денсаулықты, байлықты, күш қуатты, қане бәріміз оң жақ алақанға күш жинақ барлық, бақыттың барлығын жинап бүгінгі Ержан мен Айымға қатырақ лақтырайықшы. Бақыттың барлығын Ержан мен Айымға. Ну где же ручки, ну где же ваши ручки? Давай поднимем ручки и будем танцевать. Ну где же ручки, ну
әріптестер, келесі тапсырма. Ержан Айымға қарап тұрып, Айымсыз Ержанға қарап тұрып, қалған қонақтар Айымның ұзату тойы құтты болсын деп, бір-бірлеріңізді жаныңызға отырған қонақта шын жүректен Обними меня сильнее. Ты видишь, я бегу навстречу, и только свет любви твоей сердце лечит. Қатырақ құшақтап қойыңыздар. Обними меня сильнее, не измеряй мечты. Керемет. Келесі тапсырма. Ержансыз Айымды, Айымсыз Ержанды. Қалған қонақтар, жаныңызда отырған қонақтың қолымнан ұстап, ұшам берсең алысқа, сезім жамырап, құлаштайды ғарышқа, дәл осы тоста, жақыным емес алыста, болғаннан соң ғашық, қолымнан ұсташы, қолымнан ұсташы, қолымнан ұсташы. Стоп тұрыңыздар, жібермеңіздер, келесі тапсырма. Я буду руки твои целовать, я стану грустью в улыбке твоей, и нам никто не посмеет мешать. Сүйіп қойыңыздар қолдарыңыздан, шудыңыздар қоя қолдарыңызда. Я буду руки твои целовать. Тамаша, керемет, осындай көңіл күйде тойымыздың басынан аяғына дейін атқарайық. Айымның ұзату тойына қош келдіңіздер. Тамаша. Енді құдасын құдайындай сыйлаған ел дейді. Ардақты ағайын, бүгінгі сіздердің Алланың қалауымен тағы бір құдағиларыңыз бар. Сол жандарды біз ортаға шақырғанды жөн көріп тұрмыз. Ең алдымен әулеттің сары сүйек құдаларының тілегін тыңдағанда жөн көріп тұрмыз. Ендеше назары ортада болсын. Гүлмайра Қайролла апайларымыз бастаған Нұрлыбек мырза жолдасымен Мәрия құдағи, Кәкеш құда, Роза құдағи, Рәбиға құдағи, Толқын Қазимаш, Бақыт құдағи, Қауас Күлнар апайларымыз, Нұржан Еркін апайларымыз, Маржан Қайрат Ғалия апайларымызда, Төлеу Алтын, Бораш Айым, Мұрат Райгүл апайларымызда, Майгүл Жұмкен, Зайра Талғат, Күлейхан Жанар Қайрат апайларымызда, Салтанат Сайболат, Райхан Алик, Шалқар Әділғаза, Мұхтар Айгүл, Мәншүк де ортамызға, сары сүйек құдаларымызда қарсылай! Алған екен! Сағынбай жүрдім, сен неге өкпелейсің? Менің жаным сенен бөлек пе дейсің? Сары сүйек құдалары келе жатыр. Жалын өртені күйген, бір жан болса жаным менде ақ сүйсің. Дейсің, барсамын демейсің, сағынып мен келесем, кейдесең келмейсің, мені кінәлайсың, өзіңнен көрмейсің, сағынбайтының бар не қалай дейсің, мені кінәлайсың, өзіңнен көрмейсің, сағынбайтының бар не қалай дейсің. Сары сүйек құдалар қалай? Билеп. Жүрегіңмен беріліп, сүймейсің дейсің, сен жүректі тұнған әнменен күйсің, мүмкін сезбей жүрген шығарсың жаным, шын сүйген жан болса менде ақ сүйсің. Ай, дейсің, барсамын демейсің. Тамаша, міне сары сүйек құдалар қалай билеп шықты. Аға, Мұрат аға, мына өзіңізге керемет билеп шықты. Мұрат аға, құтты болсын. Керемет билеп шықты міне ортамызда. Қош келдіңіздер. Сары сүйек құдаларымыздың тілегін бір тыңдайық. Ал енді назарымыз ортаға бұрыңыздар. Қазақ құдасын құдайындай сыйлаған ел дейді. Ендеше сары сүйек құдалардың тілегін тыңдауға рұқсат етіңіздер. Араларыңыздан суырылып, кім сөйлейді, менің ортаға қарай жаныма келсеңіз.